Сәлем достар, сіздермен бірге қайтадан біз бүгін сіздерге жай ғана үй рецепттерімен оңай торт істеуді үйрететін боламыз. Ол үшін бізге разрыхитель, бір жұмыртқа және де сұйық май, сүт, бал, қант, ұн керек болады. Біз ендеше бастаймыз. Біз ең бірінші өз жұмыртқамызды, яғни жарып аламыз. Бұл менің өзімнің авторлық рецебім. Және де жұмыртқа көбейгенше араластырамыз. Мінекей біздің жұмыртқамыз толықтай көпірді. Енді оған 120 грамм қантымызды саламыз. Және де тағы да көпіргенше жақсылап тұрып араластырамыз. Қантымыз шашырамас үшін мен ең алдымен осылай миксермен араластырып аламын. Сол кезде ешқандай мәселе туындамайды. Мінекей біздің массамыз толықтай көпіріп, яғни осындай болды. Енді келесі кезекте біз өз сұйық майымызды қосамыз. Бізде сұйық май үлкен қасықпен 2 қасық. Және де жақсылап араластырамыз. Мінекей біз сұйық майымызды жақсылап араластырдық. Енді келесі кезекте бізде сүт 70 грамм сүт қосамыз. Яғни бұл жерде үй жағдайындағы сүт болсын, не болмаса дүкендікі болсын, бұл маңызды емес. Енді араластырамыз. Араластым. Ендігі біздегі кезек ол бал. Біздегі бал ол искусственный, яғни қолдан жасалынған. Біз мінекей балымыз сұйық, үй жағдайындағы, яғни кәдімгі таза балдар да жарайды. 3 қасық қосамын. Мінекей. Және де разрыхитель. Менде разрыхительдің салмағы ол 18 граммдық. Осы разрыхительді қолданамын. Өздеріңіз білетіндей, разрыхительдің түрі өте көп. Ал маған осы түр ұнайды. Біз 2 корж істейтін болғандықтан, біз бір разрыхительді 2-ке бөліп саламыз. Мінекей, осындай мөлшерде, яғни үлкен қасықпен жартыдан сәл толтырып разрыхитель саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай бетінде ақ көбіктер, және де көпіршіктер пайда болды. Енді өз ұнымызды қосамыз. Мен үлкен кесемен, яғни мінекей, осынша мөлшерде ұн қосамын. Яғни бұл көз мөлшермен. Ұнымыз шашырамас үшін осылай араластырып аламын ең бірінші. Мінекей біз жай ғана осылай немен араластырып алдық, миксермен. Яғни енді тағы да бір кішкене уақыт араластырамыз. Мінекей осы араластырғанымызды жеткілікті. Примерно біздің тестамыздың сұйықтығы осындай болу керек. Мінекей. Және де осындай ақшыл түсте. Енді осыны өз формамызға салып пісіреміз. Мінекей. Мінекей достар, менде осындай 4 бұрышты форма, яғни менің тортым 4 бұрышты болып шығады. Егер сіздерде дөңгелекше форма болса, 22 диаметрлік формаға салып пісіре берулеріңізге болады. Өз пешімізде 150 градуста 40 минут пісіреміз.
Достар, біз дәл осылай екіншісін істейміз. Бірақ біздегі екінші бисквит ол шоколадный бисквит болады. Сол себепті бізге бұл жердегі артық нәрсе какао керек болады. Мінекей біз 2 үлкен қасықпен какао қосамыз. Міне біздің бисквиттеріміз дайын. Ол жұмсақ. Міне біз крем жасап жатыр. Кремге заварный крем істедік. Бұл заварный крем менің арнамда бар. Яғни қалай істелетіні көрсетілген. Наш корабль идет, помоги мне, я утону. Есіңдеме арайлым, балаң көңіл арай күн, нұрлы үмітпен жүруші едік, тәтті сырлар ақтарып, кәусар көңіл күл ашып, арман оласып, жүректерде жаттанып. Наз күлгіңмен әлдиленген айлы түнді сағындым, өрнектелген әңгіменен жан сырыңды сағындым. Жасыңа сен таңдарында елетушем арманыңа, сол күндерді сағындым. Сағындым жаным, жасыңа сен таңдарында елетушем арманыңа, сол күндерді сағындым. Сағындым жаным, қызғалдақтан аумайтын, мен өзіңе баурайтын, ал бір шақтың бал күндері оралар ма қайтадан? Жоқ қосылды жолдарға, уақыт шіркін тұрған ба, көңіл мұңды айтады. Наз күлгіңмен әлдиленген айлы түнді сағындым, өрнектелген әңгіменен жан сырыңды сағындым. Жасыңа сен таңдарында елетушем арманыңа. Достар, мінекей біздің тортымыз дайын. Біздің тортымызды дайындап, яғни әсемдеп болғаннан кейін, мінекей біз осылай әсемдедік. Мына деген ол менің атым. Және де папамның аты. Папам туған күн тойлайын деп жатырмыз. Мінекей оның биіктігі өте биік, әрі дәмді, бисквитный. Мінекей өте дәмді. Мына крем, заварный крем, яғни заварный кремнің қалай жасалатыны менің арнамда көрсетілген. Көріп тұрғандарыңыздай, ол өзінің формасын жақсы ұстайды. Мінекей сливки жоқ кезде осылай қолдансаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.